Жақында TikTok желісінде «Копченая рыба инвалид қыз» деген хэштегімен таралған балық жеп инвалид болып қалған қыздың видеосы желіні шулатты. Көбіміз қорқынышпен қарап, артынан ұмытып кеттік. Бірақ мен бұл мәселені туралы бұрыннан айтып жүрмін. Себебі бірінші қақталған балық паразиттердің нағыз мекені. Өкінішке орай көп адамдар дәмді деп шала тұздалған, дұрыс өңделмеген балықты жеп жатады. Бірақ бұл балықтың ішінде көзге көрінбейтін және ағзада ұзақ жылдар бойы өмір сүретін қауіпті паразиттер бар екенін білесіз бе? Бұл паразиттердің түрі көбіне шала тұздалған балық арқылы жұғады. Бауырға, өт жолдарына, ішекке еніп, сол жерлерде көбейе бастайды. Адам бастапқыда ештеңе сезбей жүре біледі. Бірақ уақыт өте келе шаршау, іштегі ауырлық, ұйқысыздық, бас ауруы, тәбеттің жоғалуы, әлде аллергия секілді белгілер пайда бола бастайды. Ал егер паразиттерді уақытында жойылмаса, жүйке жүйесін зақымдап, неврологиялық ауруларға, тіпті мүгедектікке дейін апаруы мүмкін. Сол TikTokта таралған қыздың жағдайы дәл осындай дер кезінде анықталмаған паразиттердің салдарынан болуы әбден мүмкін. Сондықтан қақталған шала тұздалған күмәнді балықтан толық бас тартыңыз. Балаларыңызға да бұндай балық мүлде бермеңіз. Ал егер жеп қойсаңыз, ағзаңызды міндетті түрде тексертіңіз және ағзаны толық тазартудан өткізіңіз. Центр доктор Жұлдызай ағзаны кешенді түрде тазалап, паразиттерден табиғи жолмен арылуға көмектесетін орталық. Ағзаны тазарту туралы толық ақпарат алу үшін менің WhatsApp нөміріме жазыңыз: 872 807 0294.